кейін Яқуб алейхиссалам өмірден озады. Одан кейін Юсуф алейхиссалам өмірден озады. Фирғауынның ықпалы, жаңағы фирғауындық биліктің ықпалы қайтадан бұрынғы тәртібіне қарай өзгереді. Сөйтіп Израиль ұрпақтары қатты жаңағы қыспақ көреді. Бодандықта, құлдықта, езгінде сондай нәрседе өмір сүретін уақыт келеді. Содан енді олардың іштерінде жаңағыдай дұғалары бар, сұрап жатқан. Алла Тағала сол жақтан бірнеше буын өткеннен кейін Мұса пайғамбарды шығарады. Міне. Сөйтіп Яқуб пайғамбар, жаңағы Юсуф пайғамбар, Юсуф пайғамбардан кейін осы Мұса пайғамбар келеді. Мұса пайғамбар екі миссияны көтереді ғой. Біріншісі Фирғауынға насихаты диктаторға айтылады. Фирғауын деп аталатын сол кездегі. Өйткені ол қанап жатыр да Израиль ұрпақтарын. Сөйтіп қаншама мұғжизалар кетеді. Қаншама жаңағы насихаттар жасалады ол жерде. Оны өздеріңіз білесіздер. Ең соңында олар Израиль ұрпақтарын артынан қуамыз деп теңізге батырылған толық. Теңізге батырылғаны сөйтіп Фирғауын және оның әулеті толығымен азапталды, жоқ болды. Израиль ұрпақтарын Алла Тағала теңіздің ар жағына алып шықты да тәуелсіздікті сыйлады. Бірақ тәуелсіздік сыйланған кезде сана отарланған әлі. Санада неше түрлі нәрсе бар да. Аллаға бойұсыну, Алланы қадірлеу, Алла деген нәрселерге мына жақ мүлде жақсы жауап бермеді. Мұсаны көп шаршаттылар. Мұса пайғамбар Алла Тағала айтқандай Құранда аузу биллахи минаш шайтанир раджим, көп ренжіте берді. Сонда Мұса айтады: "Ва исқала Муса ли қаумихи", сол бір кез Мұса қауымына айтқан еді: "Я қауми, лима ту'зунани", неге сендер мені ренжіте бересіңдер? "Ва қад та'ламуна анни расулуллахи илайкум", сендер білесіңдер ғой менің сендерге жіберген Алла Тағаланың елшісі екендігімді. Фаламма загу, сөйтіп олар Мұсаны ренжіте беретін болып, ақиқаттан, туралықтан ауытқыған кездерінде азағаллаху қулубахум, Алла олардың жүректерін қисайта салды дейді. Міне. Аллаху ла яхдил қаумил фасиқин, Алла Тағала бойұсынғысы келмейтін, бойұсынудан жалтара беретін қауымды ешқашан тура жолға салмайды дейді. Сөйтіп Мұсаның бұйрықтары, Алла Тағала тарапынан берілген бұйрықтарды орындамай, Мұса пайғамбарда дүниеден озып, одан кейін 40 жыл бұлардың шөлде қаңғырған кездері болады, тентіреген кәдімгі. Кейін Алла Тағала сол үлкен буын дүниеден озып, жас буын келген кезде, жас буынның ішінде Юша ибн Нун, ол Юсуф алейхиссаламның ұрпағынан. Юша ибн Нун. Мұсаның қасында тәрбиеленген жігіт жас буын иманды және тақуалықты қолға алады. Сөйтіп Алла Тағала бұларға жаңағы Құддусты ашып береді. Міне, Құддусқа кіреді олар Юша ибн Нунның кезінде. Бірнеше пайғамбарлар өтеді. Мына тақуалық пен имандылық сақталған кезде Алла Тағала сол Құддус арқылы оларға көрсетіп тұрады. Имандылықта тақуалық барлығы бар, пайғамбарды тыңдайды, Алла Тағала бойұсынылады, жақсы Алла Тағала өмір сыйлайды. Қашан пайғамбарларды өлтіру деген бір қылмыс пайда болды бұларда. Өте қиын жағдай болды. Қашан пайғамбарларды өлтіру деген қылмысты бастады бұлар. Алла Тағала кешегі моңғолдар сияқты ол кезде Бахту Наср дейді, Парсыдан болған бір патшаны шығарды да әскерімен. Күллісін қырып, қырғанын қырып, құрмайтын құл қылып, күн қылатын, күн қылу деген нәрсеге дейін барды ғой. Тәуратты өртеуге дейін. Кейін қисайып Алла Тағала қайтадан пайғамбар жібереді, қайтадан жаңағы Құддусты алады. Жақсы кезеңде қайтарып береді Алла Тағала. Қисайған кезеңде алып қояды. Және көп азапқа ұшырап отырады. Осындай заңдылықтан өткен.